Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қолжетімді, өте тез жасалатын шоколадты кекстердің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Жұмыртқа мен қантты ұлғайып ағарғанша дейін миксермен жақсылап араластырамыз. Жұмсақ сары май, сұйық май және қаймақты қосып, бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Ас содасы, какао және ұнды елекпен еліп, массамызға қосамыз. Бір келкі болғанша миксермен жақсылап араластырамыз. Кекстерді жасау үшін мен осындай капсулалар қолданамын. Олар кондитерлік дүкендерде және жай дүкендерде де сатылады. Кекстер өте жақсы көтеріледі. Сол үшін капсулалардың ортасына дейін немесе 3/4 бөлігіне дейін толтырып саламыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште кекстерді 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Кекстің дәл ортасына салғанда таяқша құрғақ шықса, кекс пісті деген сөз. Кекстерді осылай, немесе үстіне крем жағып, немесе қаймақпен жеуге әбден болады. Мен бүгін шоколадпен әсемдейтін боламын. Шоколадты жылы суда ертіп аламын да, кекстердің үстіне жақсылап жағып шығамын. Үстін посыпкамен әсемдедім. Осымен кекстеріміз дайын болды. Өте дәмді, іші жұмсақ, керемет болып шықты. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Менің каналыма жазылып, лайк және комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған бар үшін келесі видеоларда жүздескенше.